Рахмет бәрекелді. Тамақ ахуал, сөз күші атсақ, балалар бірімізге жылы лебізімізді сыйлайық. Топқа бөлінеміз. Кім бірінші топ болса, мысалға, сол бірінші топ болса да, кім екінші топ болса, екінші топ болса. Кәкелді, тез-тез. Балашқасын қойдым. Осы балашқасындар әр тапсырмада өздері балдарды отырасыңдар. Тапсырма бойынша еске түсірсек, бұл тапсырмада бірінші код дұрыстыр, екінші код дұрыс емес. Яғни екінші код ол төртінші реттік кодтағы ол екіншіге барады. Яғни ең алдымен open, кейін Lionel және үшінші реттік код ол дұрыс, ал төртінші close болады. Яғни бағдарлама басында бірінші ашылып, соңы жабылумен бітуі тиіс. Бұл жерде біріншісі бізде S болып тұр, яғни файлды ашып аламыз. Одан кейін екіншісі B, H-тен open, бұны да ашып аламыз. Одан кейін соңғысы алтыншысы дайын файлды біз жабамыз. Топты тұршалықтан бөліп, бірінші динаран жауы өте жақсы, екіншіде тез. Бәрекелді балалар, жарайсыздар. Тапсырмасын бекіту қазір компьютермен жұмыс болады, Wordfall платформасында. Жарайсыңдар балалар, бәрі тапсырмасына жақсы жауап беріңдер. Балалар тақтағандар, тақтада не түсіндік мына жерде? Сұрыптау әдістері: көпіршік әдісі бойынша сұрыптау, кірістіру сұрыптау, жылдам сұрыптау, шил сұрыптау, таңдау бойынша сұрыптау. Көпіршік әдісі сұрыптау бойынша принципін қарастыра өтсек, жұмыс істеу принципін төмендегі анимациялық бейнеден көруге болады. Яғни қатар тұрған екі элементтерді салыстырып отырып, деректер тізімін бірнеше рет аралаймыз. Ол барлық деректер ретімен сұрыпталғанша деректер тізімін салыстырып отырамыз. Тағы бір мысалды қарастырсақ, осы көпіршік әдісі бойынша бұл жерде анық көрсетіліп тұр. Бірінші элемент екіншімен, екінші үшіншімен, үшінші төртіншімен салыстырыла отырып, өсу ретімен сұрыпталады. Мына кесте бойынша да көруге болады. Кірістіру әдісі бойынша алгоритм қарастыра кетсек, бұл жерде келесі элемент алдыңғы элементтермен салыстырыла отырып, өсу ретімен орналасады. Яғни, екінші элемент бірінші элементпен салыстырыла отырып, өсу ретімен орналастырылады. Үшінші элемент екінші элементпен және бірінші элементпен салыстырыла отырып, өсу ретімен орналасады. Осылайынша барлық элементтер алдыңғы элементтермен салыстырылып отырылады. Келесі әдісіміз жылдам сұрыптау әдісі. Жылдам сұрыптау әдісінің алгоритмі әр қадамда сәйкес элемент кіші элементпен ауыстырылып отырады. Яғни бірінші қадамда бірінші элемент кіші элементпен ауыстырылады. Екінші қадамда екінші элемент кіші элементпен ауыстырылып отырады. Барлық элементтер өз орнын тапқанша реттік нөмірлерін осы әрекет қайталана отырады. Бүгінгі жаңа сабақ тақырыбы сұрыптау әдістері. Оқу мақсаты практикалық есепті шешу үшін сұрыптау алгоритмдерін іске асыру.
талдау арқылы сұрыптау. Қатаң назар аударамыз. Қадам нөмір мына жерде 0 болып тұр. Иә? Осы 0-дің елементі мәні қаншаға тең? 3-ке. Ең мейлі мәні 1-ге тең. Өйткені орын ауыстырамыз. Орын ауыстық, иә? Міне 1-ге ауысты, 6-2 өз орын алды, 3-ші орын ауысты. 5 болды. Нәтижесінде 1-ші, 6-ші, 2-ші, 3-ші, 5 шықты. Енді келесі сұрады. 1-ші, 2-ші, 3-ші қадам бағып түсініп береді. Келе ғой. Сонымен сұрыптаудың қанша түрі бар екен бала? Қанша түрі бар? 6 шықты, сосын кірістіру, таңдау, сосын жылдам сұрыптау. Біз осы ішінде көп үш сұрыптар әдісі талдаймыз. Тыршауын көрейік. Тырса бала? Дұрыс, жарайсыз, бәрекелді, тамаша. Қадам нөмір 2 алға тең болады. Бұл жерде менің мәні 3. Сол үшін 3-пен 2 орын ауысады. Нәтижесі 1, 2, 3, 6, 5. Тыршауын көрейік шыққан. Тыршауы дұрыс қана жерде? Бұл жерде мына жерде 2-3-ті орын алмасы де? 1, 2, 3, 6, 5. Жақсы жарайсыз отырамын. Қадам нөмір 3 алды элементтер мәні 6, нөмір мәні 5, әрекет 3-те 4-дің орналасы, яғни қорытынды А тең 1, 3, 5, 6. Берілген сұрыптау әдістері талдаңдар. Әдістердің негізгі қашықтықтары мен айырмашылықтарын анықта. Осы сұрыптау алгоритмдердің қайсысы тиімді? Неге? Себебін түсіндір. Топты жұмыс, 2 топқа да топты жұмыс берем. Топты жұмыс. Осы топта қорғаймыз. Қай топтайын? Бірінші топта кім шығады? Сұрыптау алгоритмінің ұқсастығы мен айырмашылықтары. Яғни ұқсастықтары бәрі алгоритмге жатады, сонымен қатар айырмашылықтары осы алгоритмдердің ішіндегі ең тиімдісі жылдам. Яғни ол элемент үшін 700 рет уақытын аналарға қарағанда тиімді жұмсайды. Сонымен қатар осы алгоритмдер қазіргі таңда көпшілігі осы көпіршікті мен жылдамдығына қолдана алады. Бұл жерде бізде қолымызға сұрыптау алгоритмдері берілген, және бұл жерде көпіршікті кірістіру, таңдау және жылдам әдістері берілген. Және бұл жерде айырмашылықтары әртүрлі, яғни көпіршікте бізде элементтерді салыстырып шығады, ал кірістіруде массив элементтер реттеледі, ал таңдауда бізде массивтің ең үлкен және екінші элементтерін табамыз, ал жылдамда массивтің элементтері арасында терең элементтерін таңдалады. Яғни бұл жерде біздегі ең ыңғайлысы жылдам, яғни коэффициент элементі, себебі бұл жерде барлығы жылдам уақыт ішінде орын алады және де программаға салған кезде өте тиімді. Екі топты жұмысын қорғады, ал бірінші топ, екінші топ қалай болды, екінші топ, бірінші топ қалай болды. Бір-бірімізге баға берейік. Мен екінші топты бағалайтын болсам, оларда барлығы дұрыс, яғни тұтқа нақты және түсінікті етіп жеткізе алдым. Тамаша, жақсы жарайды. Қанша балл бересіздер? 10 балл дейді. Жақсы, екінші топ? Жазира. Бірінші топтан топтық жұмысын алатын болсам, олар сұрыптау алгоритмінің 4 түрінде ашық түсіндіре білді, яғни айырмашылықтары мен ұқсастықтарын айтып, қай алгоритмнің тиімді екенін түсіндіре білді. Яғни тамаша деген баға береміз. Сонда екі топта бәрі толық айтылды ғой, толық қамтылды. Тамаша, екі топта бәрекелді жарайсыздар. Жұптық жұмыс. Бірінші тапсырма бірінші топқа береді, екінші тапсырма екінші топқа береді. Бұл жерде бейбіл сұрыптаймыз, қандай не? Көпіршік. Аудармасы көпіршік. Яғни көпіршік сұрыптаудың бір түрі. Осыны не істейсіздер? Қадамдар түсіндіресіздер. Екінші тапсырмада сұрыптау түрі жауабын тауып бересіздер. Жұптық жұмыс болады. Жұптық жұмыс. Бірінші топтан кім орғайды жұптық жұмыс? Жақсы. Бабыл сұрыптау алгоритмінің қадамдарын түсіндіреді. Жауапты қысқаша сөйлеммен бабыл деп атайды. Бабыл сұрыптауымыз сұрыптау тізімі әдісін анықтайды. Екінші тапсырмада төмендегі сұрыпталған тізімді қарап, қандай әдіспен сұрыпталғанын анықтаймыз. Бұл жерде бізде 3 қадам берілген, 3 қадамда 3 түрлі сандардың орналасу реті анықталып тұр.
Яғни бірінші қадамда 7, 5, 3, 8, екінші қадам 5, 3, 7, 8, үшінші қадамда 3, 5, 7, 8. Бұл бізде орындарын ауыстырып тұр. Біздің пікіріміз бойынша бұл selection немесе таңдау әдісі. Жеке жұмыс, практикалық жұмыс болады. Бұл жерде қазір түрде осы программаны орындаймыз. Енді қараңдар, көпірші сұрыптау, тағы қандай бар? Кірістіру, сұрыптау, біреу қайсысы? Таңдау сұрыптау. Осы айырмашылық бар ма олардың? Талдау деген сұрыптау талдаймыз, иә? Ал көпірші қалай болады? Орын ауыстыру. Көпірші, иә? Талып түсініп қойып, ал жылдам деген не?